Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шығармашылық жолы арнайы зерттеуді қажет етеді. Алғашқы кітабы Қытай Халық Республикасына қатысты болғанын атап өткен жөн. Қытайға Тоқаев алғаш рет КСРО ММХКИ 5-ші курсында оқып жүргенде барады. Ол кезде жас маманды КСРО-ның Қытайдағы елшілігіне жарты жылдық дипломалды машықтамасынан өтуге жіберген болатын. Оқуын бітіргеннен кейін 1975 жылы КСРО Сыртқы істер министрлігіне қызметке тұрады. 1983 жылы Қытайға Пекин лингвистика институтына 10 айлық тәжірибеден өтуге жіберіледі. 1985 жылы Пекиндегі кеңес елшілігіне жолданады. Бұл жерде 1991 жылға дейін екінші хатшы, бірінші хатшы және кеңесші лауазымдарында қызмет етеді. 1989 жылы Тяньаньмэнь алаңында болған студенттер толқуы оған үлкен әсер етіп, бұл туралы оқырмандарға баяндап беруді өзінің парызы санайды. Тоқаевтың келесі кітабы «Тәуелсіздік туы астында» және «Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның сыртқы саясаты» 1998 жылы. Кітаптары Қазақстанның егемен, тәуелсіз мемлекет ретінде халықаралық аренаға шыққан сәтінің бастапқы кезеңін қамтиды. Автор экономика мен саясаттың жаһандану мәселелерін көтеріп, Қазақстанның сыртқы саясатының экономикалық факторларына ерекше көңіл бөледі. Қазақстан Республикасының дипломатиясы 2001 жылы кітабында Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуының 10 жылдық тарихына жан-жақты талдау жасайды. Пекинде Синьхуа мемлекеттік ақпарат агенттігінің баспасынан «Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның сыртқы саясаты» кітабы Қытай тілінде басылып шықты. Кітаптар тұсаукесері 2001 жылғы 19 қазанда Пекинде өтті. 2003 жылы жарық көрген «Беласу» атты 5-ші кітапқа ерекше тоқталып өткен жөн. Мемлекеттік хатшы Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Беласу» кітабының тұсаукесері 2003 жылғы 7 наурызда Алматыда өтті. Кітап геосаясаттың күрделі механизмдерін аша түседі. Көптеген қызықты фактологиялық материалдардан тұрады. Кітап құрылымы жағынан 3 негізгі бөлімнен тұрады. Кітаптың бірінші бөлімінде КСРО-да СЭМ-де қызмет еткен кезіндегі дипломаттың қалыптасуын сипаттайды. Президент кітаптарының ішінде шекаралас жатқан елдер мен Қазақстанның мемлекет шекарасын белгілеу және орнату үдерісіне арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы шындық кітабын, Қазақстанның сыртқы саясатының шығыс және батыс бағыттарына арналған сыртқы саясат векторлары кітабын, ұлт көшбасшысы ретінде Нұрсұлтан Назарбаев тұлғасына арналған тарих жазған адам кітабын, елдің халықаралық саясаты бағытына талдау жасалған дипломат очерктер кітабын атап өткен жөн. Ақпарат ұнаса достарыңызбен бөлісіп, пікір жазуды ұмытпаңыздар.